Kitap oku özü bala günden baştalады ғой. Ne нәрсе. Кішкентай күннен мына балабақшада балаларды қазір тәрбиелейді. Әр группада бір 15-20 шақты бала бар болатын болса, соның ата-аналары балдырған журналына жазылып, ана журналға жазылып, Айгөйлек деген журналға жазылып, кішкентай балаларына тақпақ кітаптар, өлең кітаптар болса алып беріп, жинақтап. Солай басталады ғой өзі кітап деген. Балалардың жазушылары деген бар қазір. Сол кісілер осы балалар әдебиетін насихаттап жүреді. Бұл бір жақсы нәрсе. Ол кісілер өздері балаларды жақсы көреді. Мына мектептерді аралап, балалармен кездесіп өткізіп жүретін жазушылар бар. Енді мына кітап оқуды насихаттайтын жазушылар бар. Әрбір жазушының өзін насихатшы деп айту керек те. Ол өзінің шығармаларын жазған кезде белгілі бір оқырмандардың аудиториясын қалыптастырады. Жазушының әр жазушының өзінің оқырмандары болады. Өзінің жүргізетін бағыты болады. Осы мысалы кейбір жазушыларды іздеп жүріп оқыған адам екінші бір жазушылардың шығармаларын оқымауы мүмкін. Сол сияқты екінші бір жазушыны оқыған жазушылар жаңағы бірінші мақталып жүрген алдыңғы қатарлы жазушы деп жүрген жазушылардың шығармаларын оқымауы мүмкін. Сондықтан да мына өзі адамдар қандай әртүрлі болса, оқырмандар да сондай әртүрлі. Ал енді бір нәрсе бар, бұл мына классикалық әдебиеттің оқылуы. Классикалық әдебиетті оқытып мектепте үйрету керек балаларға. Кітапты қалай оқу керек екенін мұғалімдер үйретеді ғой енді. Осы кітапты бала кезінен оқып үйренген оқушылар әр класстарда қалыптасады. Мысалы бір сыныпта 30 бала болатын болса, 25-30 бала болатын болса, соның 6-7-еуі кітап оқитын балаларда. Түрлі жолдармен. Кейбіреулері мысалы апайларының оқып жүрген үйіндегі өзінің апайлары оқып жүрген, ағалары оқып жүрген бір кітаптарды қолына түсіп қалып, соларды ақырын оқып, содан кейін барып кітапханаға жазылып түрлі жолдармен. Кейбір адамдардың үйінде бір кітапханалары болады өздерінің. Содан оқып, сөйтіп қалыптасады ғой. Кейін оқи келе кітапханаға жазылып, жаңа оқығандарынан ой түйіп, шығармашылық жолға түсіп кететін адамдар да болады. Ал енді мына жазушылар не оқу керек дегенде, мына оқудың өзі 3 түрлі болады деп айтып едім. Айтқан бір сөздері бар мына ғұламалардың. Оның біріншісі кітап таңдамай оқи беру. Қолап оқу, қызығушылықпен қолап оқу. Екінші саралап оқу, таңдап. Үшінші ол жазушы ретінде оқу. Әбден кітаптардың бәрін бір оқып, қарап шығып, содан кейін ана кітапты оқып, кітапта не жазылғанын түсініп, не жазылмағанын, қалай жазылғанын о кітаптың жақсы жері қай жерде, о кітаптың кемшілігі қай жерінде, соған дейін саралап, талдап оқитын оқырман. Бұл жазушылық деңгейге, шығармашылық деңгейге көтерілген оқырман деп айтуға болады. Үлкен жазушылардың көбі сол кішкентай кезінде өзі кітап құмар болған көбі. Сол оқуын қоймайды. Ал мысалы осыдан бір 20 жыл бұрын ғой деймін, бір әңгіме естіп едім мен. Белгілі бір ақыннан тілші сұрап жатыр да, теледидарда. Аға, сіз қазір қандай кітап оқып жүрсіз деп сұрайды ғой ақыннан. Мемлекеттік сыйлық лауреаты, өзі үлкен ақын. Жаңағы 60-тан асып кеткен кісі.
Sonda айтады: "Ей, кітап оқитын немене, кітапты өзім жазамын ғой, немене оқимын мен оны" деп ана тілшіге ренжіп жатыр. Жаңағы ол енді ондай адамдар да болады мысалы. Мен өзім жазамын, мен оқымаған не керек деген. Ал енді шынайы үлкен әдебиетке бет бұрған жазушылар, олар кітаптарды оқып отырады. Шыққан кітаптарды талдап оқып, пікірін білдіріп сөйтіп отырады. Қанша өмір сүрсе, соншалықты олар кітап оқиды. 80-ге келсе де кітап оқып жүреді да. Мысалы, оқуын, ізденісін тоқтатпаған жазушылардың бірі Мұхтар Мағауин болатын. Жазушы Мұхтар Мағауин. Жазушы Мұхтар Мағауинмен мен бір 20 жылдай аға іні болып араласып жүрдім, бірақ үйіне ғана барғам жоқ. Әлгі жақсы адамды алыстан сыйлап үйіне барма дейді ғой. Қатты жақындасқан жоқпын. Бірақ ол кісі іздеп отыратын. Бір-екі апта келмей кетсем, жазушылар одағына ол кісі айтады: "Ай, көрінбей кеттің ғой, келсіз, қайда жүрсің? Қалай? Жазғандарыңды әкелдің бе?" деп. Мен бір-екі жыл ана журналға шықпай қалсам: әкел, неге шықпай жатырсың? Жаз, саған жазу керек" деп сөйтетін. Енді сол Мұхтар ағамыз қашан барсаң, сол кабинетінде бір кішкентай кабинет өзі. Ол кісі мына кейбір жазушылар үлкен столдар сатып алып, қымбат столдарды сатып алып, ана журналдың ақшасына ішіне кілем жайып қойып, шіреніп, бір үлкен креслоны қойып қойып, галстук тағып алып шіреніп отырады, кабинетіне кіре алмайсың да, кірсең сөйлеспейді. Сол өзі бір түрлі қызық чиновник сияқты болған да. Ана кісі ондай емес. Ол кісіге кірсең, бір жай ғана стол, казенный стол дейді ғой, енді ана журналистердің отыратын столын қойып қойған, бір кресло жұмсақ. Одан кейін бір орындықтар қойып қойған, мұн жағының бәрі кітап. Кабинеттің бір жағы, ол кішкентай, ең кішкентай кабинет сол кісінікі. Үлкен кабинеттің бәрін ана сотрудниктеріне беріп қойған да. Сондай адам еді ол кісі. Қашан барсаң, сол кітап оқып отырады. Содан кейін сұрайды: "Сен міне кітапты оқыдың ба? Мен мына бір кітап шыққан екен, былай деп айтып жүрмін. Сенің көзқарасың қалай? Соны оқыдың ба?" деп кейде сұрақ қояды. Сол оқымаған үшін кейде нетіп қаласың да, бір түрлі оқып қаласың. Сондай адам еді ол кісі. Мынау үлкен ірі жазушылардың көбі кітапқұмар. Содан кейін ол кісілердің көзқарастары да қызық қой. Мысалы, біреулер мақтап жатады бір жазушыны: "Ойбай, үлкен жазушы, мынау керемет" деп. Ана кісі кейде қарап, мен де сұраймын ғой енді, мысалы, кейде барғанда: "Аға, мына бір жазушыны мақтап жатыр ғой, осы шығармаға менің көзқарасым елдігіне ұқсамай тұр, сіздің көзқарасыңыз білмеуге бола ма?" деп шет жағалап сұрайсың ғой. Сонда айтады: "Ей, ол қалтүршік ол. Оқымай-ақ қойыңыз. Уақытыңды кетірмей қайтесің, ақшаңды кетірмей, бірінші ақшаң кетеді, екінші уақытың кетеді. Уақыт деген жазу үшін ең нәрсе, қымбат нәрсе" деп күледі. Сондағы енді әдебиеттегі оң солды қалай жазу керек екенін сол кісілерден үйренуге болады да. Ол "Мен" деген роман жазып, сол 3 томда қазақ жазушыларының кітаптарының бәріне өзінің бағасын беріп сөйтіп кетті ғой. Ол адамдар ғой. Ал енді жаңағындай қоғамдық қор құрып алып, осы кітапты насихаттаймын, қоғамға керемет бір пайдалы азамат боламын деп галстук тағып алып, жазушылар одағының басшыларымен келіп меморандумға отырды дегізіп, ана сурет, мына суретін шығарып, министрліктен барып ақша бөлгізіп оның қоғамына, сөйтіп жаңағыны кітап насихаттау жұмысына ақша қылып тамақ қылып жүрген адамдар да бар да. Бұл енді жақсы, ұнамды нәрсе емес. Кітап деген ол рухани азық қой. Ол біздің университеттерде, колледжде сабақ беретін, мектептерде сабақ беретін, балабақшада кітап оқытатын адамдардың бәрі бұнымен айналысады. Сондықтан жаңағындай қоғамдық ұйым құрып нетіп жүрген адамдарға мен өз басым онша сене қоймаймын енді. Сене қоймаймын. Олар маған ренжімесін. Айту керек шығар енді. Бір адамдар сөйтіп жүру керек те шығар, мысалы.
Енді кітап өзім басым мысалы кітаптың қолыма тиген кітаптарды қарап шығуға тырысамын. Мына сайттарда шығып жатқан көркем шығармаларға қарап шығуға тырысамын. Ұнағанын айтам, кейбір пікірлерімді де айтам. Бұл енді адамның өміріне өзінің кәдімгідей бір өміріңе айналып кеткен нәрсе ғой. Ұнайтын жері де болады кейбір шығармалардың. Мына адамның өмірі сияқты шығарманың да өзінің өмірі болады. Кейбір шығармалар жазылады да бір жарық көреді де содан кейін оқылмай жатып кетіп қалады. Кейбір шығармалар жақсы болса да оқылмай қалады. Оның насихатшысы болмай қалады. Сондықтан әдебиетті насихаттап жүрген жақсы. Әдебиеттің насихатшысы болайық, әдебиетті дұрыс бағалай білейік. Неше түрлі жақсы тамаша жазушыларымыз бар. Мына моян соян деп орыстың жазушыларын насихаттап, ананы алып кеп насихаттап, мынаны алып кеп насихаттап жүргеннен гөрі қазақтың жазушылары бірін-бірі насихаттау керек. Бірін-бірі айту керек. Бірін-бірі жетпей жатқан жерін айту керек. Одан түкте де одан зияны жоқ. Мынандай нәрседе біреуді сойып салып сынасаң, ол жазушы еңсесін көтере алмайды, оның несі төмендеп кетеді, оның дәрежесі төмендеп кетеді, беделі түсіп қалады деген, беделін түсіру үшін пікір айтып сөйтіп жүреді. Ол болмайтын нәрсе. Шығармашылықпен айналысқаннан кейін оның тура әділ бағасын айту керек. Егер ол шын мәнінде жақсы кітап болатын болса, ол туралы жақсы пікір айту керек. Ол кім болсын маған десе. Ол сенің жақсы көрмейтін адамың болса да, жақсы кітап жазып жатса, оның кітабы жақсы екен деп айту ол парыз адамның. Егер ондай адамшылық парызын дұрыстап өтей алмайтын болса, ондай адамнан бір жақсы парқадалы шығарма туады деп мен өз басым ойламаймын. Ал енді мына қазір бізде мемлекет бірнеше газеттерді, сайттарды ақша бөліп, соны шығарып жатыр. Бірақ сонда неше түрлі нәрселер шығып жатады. Бір шықпауға тиіс нәрселерде. Атын әңгіме деп қояды, бірақ ол әңгіме емес, көркем әңгіме дәрежесіне көтерілмеген. Сондықтан кішкене бір талғамды өсіру керек бізге. Әдебиетіміз өссін десе, халқымыздың рухани өмірі өссін десек, кішкене талғамды көтеру керек. Еңбектену керек. Бұл да еңбек. Бұл да рухани еңбек. Бұл тас қашаудан да, көмір тасығаннан да, көмір қазғаннан да қиын. Құрылыста жұмыс істеген, кірпіш қалағаннан да қиын шаруа да. Сондықтан мына жазушылардың еңбегін жақсылап бағалап, оның кітаптарын оқып, насихаттап жүрген азаматтарға мыңда бір рахмет дегеннен басқа сөз айта алмаймыз.